Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Арнама тіркеліп әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. 11-ші сыныпта оқитын Аружан мен Алдияр бір сыныпта оқитын. Олар мектептің алғашқы жылдарынан бастап жақсы достар болды. Аружан сабырлы, ойланып сөйлейтін қыз. Ал Алдияр ашық, көңілді және әрқашан қасында адамдарды күлдіруге тырысатын жігіт еді. Бірақ олардың арасында ешқашан романтикалық сезімдер болмаған. Тек жақсы достық қарым-қатынас ғана бар еді. Бірақ 11-ші сыныптың көктемі келіп, олардың арасына өзгерістер енді. Аружан мектепте әр таң сайын мұңды, ойлы келетін болды. Ал Алдияр әрқашан оның көңілін көтеруге тырысатын. Ол өз сезімдерін алғаш рет сезді. Аружанның көзіне қарағанда, оның жүрегі қалт етпей соғып кететінін байқады. Бірақ оған айтуға қорықты. Себебі достығын бұзып алудан қорықты. Көктемнің бір күні Аружан мен Алдияр бірге сабақтан кейін бір ағаштың астына отырды. Олардың айналасында өз сыныптастары шулап жүреді. Бірақ олардың ішкі әлемі мүлде басқа еді. «Мен неге соңғы кезде жиі мұңайып жүрмін?» деп сұрады Аружан, күлімсірей. Бірақ оның дауысы сәл тұншыққан еді. Алдияр жай ғана күлімсіреп: «Әркімнің көңіл күйі болады ғой. Сенің бір нәрсе ойлап отырғаныңды білемін. Бірақ не болып жатқанын білмеймін». Аружан ойлы жүзбен жерге қарап, оның ішіндегі сезімдер қапсыра тұрып алғандай. Алдиярды жалғыз дос ретінде көріп жүрген кезде жаңа бір сезім пайда болды. Бұл сезімді түсіну қиын еді. Бәлкім менің жүрегім әлде қайда өзгеше сөйлеп тұрған шығар. Бірақ менің не істей алатынымды білмеймін, деді ол ақырын. Бірақ Алдиярдың құлағына жеткізіп. Алдияр бір сәт үнсіз қалды. Оның жүрегі шын мәнінде құлазып, ішіндегі сезімдер ағынша ағып кеткісі келді. Ол тұншыққан күйде өз ойларын жинақтап, бір шама уақыттан кейін: «Сен менің жанымдағы ең жақын адамсың, Аружан. Бірақ мен қорқамын. Біз тек достар болар едік деп ойлаймын. Бірақ егер сен де мені сезінетін болсаң, мен дайынмын», деді ол сыбырлап. Аружан оның сөздеріне таң қалып, көзіне жас алды. Ол да дәл сол сезімдерді бастан өткерген еді. Бірақ бір-біріне ашық айту қиын болатын. Алдиярды жақсы көретінін сезгенімен, ол оған айтпады. Тек ішімдегі сезімдерімен күресті. Соңғы қоңырау. Мектептің соңғы күні келді. Аружан мен Алдияр бірге мектепке соңғы рет кірді. Аружанның жүрегі дүрсілдеп. Өйткені бұл олардың бірге оқыған соңғы күні еді. Алдияр онымен бірге болуға тырысып, оның қасынан кетпеуге шешім қабылдады. Сабақ аяқталған соң, олар мектеп ауласында бір-біріне жақындап тұрды. «Алдияр, мен не айтатынымды білмеймін», деді Аружан, жүрегі дүрсілдеп. «Сен не сезсең соны айт, қорықпа», деді Алдияр, оны тыныштандырып. Аружан көзін жұмып тұрып: «Мен сені жақсы көремін, Алдияр. Бірақ қорқамын. Біз мектепті бітіріп әрқайсымыз өз жолымызға кетеміз деп ойлаймын». Алдияр терең тыныс алып, Аружанның көздеріне қарап: «Егер бір-бірімізді жақсы көріп, бірге болғымыз келсе, бәрі де мүмкін. Біз екеуміз өз жолымызды табармыз. Сенемін, бірақ бізге бірге болу үшін күш қажет. Бәрі де өз уақытында болады», деді. Аружан күлімсіреп, оның қолын ұстады. Бүгінгі күн олар үшін маңызды әрі ерекше болды. Олардың арасындағы сүйіспеншілік тек сөздермен емес, жүректеріндегі сезімдермен бейнеленді. Мектепті аяқтағаннан кейін Аружан мен Алдияр әрқайсысы өз жолдарын таңдады. Бірақ олар бір-бірінен ешқашан алыстап кеткен жоқ. Уақыт өткен сайын олардың қарым-қатынасы нығайып, олар бірге болудың не екенін шын мәнінде түсінді.
қиындықтарға қарамастан махаббат пен достықтың ұлы күші оларды алға жетеледі. Сол жылы олардың махаббат хикаясы басталды. Бірақ ең бастысы олар бір-біріне деген сенім мен махаббатты сақтай білді.